компьютеріңіздің жүйесінде 32 бит немесе 64 биттіктің қайсысы тұрғаны жақсы? Мысалға алатын болсақ, неғұрлым саны жоғары болған сайын, әрине ол өте жақсы болады. Себебі соңғы үлгідегі жаңағы формат ол 64-тік бит болады операциялық системаға. 64 разрядная операционная система деп айтады. 32 дегеніміз ол ескі, және де ол өте бір ескі үйдегі баяғыдағы Windows XP тұрған нашар компьютерлерге арналған бит болып келеді. Разрядная операционная система болып келеді разряд. Сондықтан сіздерге қандай программист шақырсаңыз да, сіздерге мейлі Windows 7 қойып беретін болса да, 8 қойып беретін болса да, 10 қойып беретін болса да, міндетті түрде 64 биттікті талап етіңіздер. Себебі 32 биттікке программалар, мысалы 64 биттікте толық 10-ның 10 программасы орнатылатын болса, 32 биттікте ол 10 программаның 7-еу ғана болуы мүмкін, және де сізге оның 5-еу ғана орнатылуы мүмкін. Жаңа мысалы қарапайым Camtasia'ның өзін алғанның өзінде 64 биттік көп қолданғандықтан оның неше түрлі нұсқаларын тауып алуға болады интернет ғаламторда. Ал 32 биттікке тауып алу орыс тілді әсіресе қиын. Сондықтан осыған мән беріңіздер. Және де тағы да айтарым, антивирус. Компьютерде антивирустың тек бір ғана түрі болу керек. Егер сізде Kaspersky орнатылса, оған үстіне Avast не болмаса 360, не болмаса оның үстіне Asset, Note 32 орнатып керек емес. Бір антивирус бар ма? Ол жеткілікті. Және де тағы браузер жайлы. Браузер ең көп қолданатын адамдар ол Google Chrome. Сондықтан не болмаса Google Chrome, не болмаса Яндекс браузер пайдаланыңыздар. Ал қалған екінші, үшінші, төртінші жаңағы Element деген браузер бар, Opera деген браузер бар, Mozilla деген браузер бар. Оның барлығын орнатып қойып, компьютеріңізді текке шаршатып, миын ашытып керек емес. Себебі компьютердің де ішінде ми бар деп есептеңіз. Егер оған қалың ақпараттың барлығын және де пайдалы емес мусорный ақпараттың барлығын жиып тастаса, компьютеріңіз ертең қатты дауыс шығатын болады, қызатын болады, шаршайтын болады, және де көп программалар көтере алмайтын болады. Сондықтан тек қана бір браузер пайдалануды үйреніңіз, қалғанның барлығын удалить етіп тастаңыз. Және де керек емес өте артық папкаларды тазалап тастаңыз. Және де ойын рабочий компьютерлерге жалпы ойын салып керек емес. Егер сіз 350-400 мыңға компьютер сатып алсаңыз, әрине оған ойын орнатуға болады. Ал 150-180 мыңның, даже 200 мыңға дейін компьютерлерге ойын кіргізіп керек емес. Егер ол сіздің жұмыс компьютеріңіз болса, мүлдем кіргізбеңіздер. Себебі ойынның кесірінен ертең операциялық жүйеңіз, яғни Windows 7, Windows 8, 10 аяқ астынан өшіп кетуі мүмкін. Демек, егер олар өшіп қалса, документтеріңізде жоқ болып кетеді. Сондықтан дәл қазір осыны естісеңіз, егер компьютерлеріңізде жаңағы мен айтқан артық шлактар болса, тазалап тастауға тырысыңыз.